Олардың неге келгенін білгенмін. Бұл құдалықты қабыл алыңыз. Мұның қисыны келмес. Жалпы жағдай үшін қисын әбден келіп тұр. Ертең өзінің шығысын адам жіберіп, Сөнчанға алғыс айтайын. Ием Уел бегінің ізгі тілегіне илезет білдірді. Қарындасыңызға құда түсуге дайын отыр. Бірнеше күннен кейін қалың малын жібереді. Сөнлеу шаңырақтары саусауға қарсы аттанатын одақтасқан емес, құдада болды. Алуан шамдар самаладай жарқыраған күні саусаудың зәре құты ұшатын болды. Тауып айттыңыз. Иен сізден тойдың болатын уақытын біле кел деп тапсырған еді. Леубей Жанқанға келген күні той жасаймыз. Бек, ием Жанқанға неге келеді? Бекешті Жинжуға ұзатасыз емес пе? Ием өзін жағастан алдынан шықты. Қарындасым жас. Шешем қызын алысқа жібергісі келмейді. Леубей шығыс Суыбектігіне келіп үйленсін. Әсілінде иемізді күшікке оғылмақшы екенсізде? Ханағасын айта бар. Жанқаңнан Жинжуға қайықпен 2 күнде баруға болады. Некеленген соң, осы арада қанша уақыт тұрамын десе де болады. Тұрғысы келмесе, келіншегін ертіп, Жинжуға қайтып кетуіне де болады. Немене? Иемізді Жанқанға барып некеленсін дей ме? Иә. Сөнчанның айтқаны қарындасым кішкене, шешем оны қимайды. Күйеуді босағамызға енгіземіз. Некеленген соң, шығыс Суыбектігінде тұрғысы келсе тұра берсін. Келіншегін алып қайтамын десе, өз еркі дейді. Кешетін мен осын ойлап, кірпік айқастырмадым. Мен ойланып болдым. Сөнчанның қарындасын алып, шығыс бектігіне күйеу болам. Аға, расында оларға күйеу боласыз ба? Бұл болмайды. Неге болмайды? Аға, өзіңіз ойлаңызшы. Кезінде Доңжоға жорық жасағанда, біз Сөнчанның әкесі Сүнжанмен одақтасып едік. Осы бойынша есептегенде Сүнчан сізге немере іні болып келеді. Ал қазір мұнауыңыз енді оған күшік күйеу болғалы отырсыз. Сонда бұдан былай 20 жастағы боқ мұрынды қайнаға деп сыйлайсыз? Сағыңыз сынбай ма сонда? Солай, аға. Мынау намыс қой. Елге мазақ боламыз. Намыс? Талай жылдан бері мазақ болғанымыз аз ба. Тар жол тайға кешуден өтіп жүріп қайтарып алған хан патшалығының тау өзен үшін күшік күйеу болсам не болыпты? Сөнчанды қайнаға дейін, онда тұрған не бар? Ием, менше бұл үйлесімсіз. Сіз қалайша құбыла қалдыңыз? Осы некені құптап едіңіз ғой. Сөнчан күшік күйеу бол деп айтады деген сөз менің ойымда жоқ. Бұл іс тез өзгерді. Алдамшылық бар ма деп алаңдап отырмын. Онда барғанда амандығыңызға кім кепілдік етеді? Ақылшының айтқаны жөн. Бұл Жоуидің ақылымен болған іс. Ол сұмпайының ниеті жаман. Солай. Аға, бұл бейне соғыс секілді. Олар торуылдап жатыр. Жоуи сүмелек Сүнчанның қарындасын шырғетіп сізді орға түсірмекші. Бекер алаңдадыңдар. Менше Сөнчан Хафида жеңілген соң сау-сау орайдан пайдаланып, тағы шабуыл жасайма деп алаңдап, бізбен тіпті жақын одақтас болудан аңсап отыр. Оның үстіне олар Жинжуда тұруымызды жаңа ғана құптады. Мына құдалықтан бас тартсақ, олардың шамына тимейміз бе? Жалпы жағдай үшін мақұл деуіміз керек. Екі жақтан қыспақта қалдық қой. Қандай қыспақ? Барсақ та қиын, бармасақ та қиын. Иеміз бұл некеден бас тартып Жанқанға бармаса, шығыс Убектігінің намысына тиген боламыз.
Сонан жуй қол бастап Жиңжуға шабуыл жасаса, олардың қалың қолы бар отын бізге шашады. Соғысқан екі қосында титықтайды. Мұның пайдасын сау-сау көреді. Егер ағам барсашы. Онда жуйдың арманы іске асады. Осының алдында Нәнжінде ойсырай жеңіліп, жебе тиген ол Жиңжуды ала алмаған болатын. Енді қазір емізді қолға түсірсе, емізді барымтаға ұстап, Жиңжу аймақтарын қайтарып алмақшы. Дұрыс, ақылшының айтқаны дұрыс. Аға, баруыңызға болмайды. Аға, тұзаққа өзіміз бар түспейік. Жоқ, барамын. Аға. Аға. Барлық анық болды. Барсам құдандалы боламыз, бармасам жау боламыз. Шығыс объектігімен жауласуымызға болмайды. Мен күйеу болып бармасам, Жоуи қолын бастап батысқа шеру тартады. Жиңжу Сяңянға қауіп төніп, жалпы жағдай бұзылады. Мен барсам Жоуидің қол аттандыруына сылтау табылмайды. Інілерім, біз ат үстінен түспегелі 10 шақты жыл болды. Сергелден болып, басқаның қабағына қарап жаутаңдап тірлік кешіп келеміз. Бүгін ақыры табан тірер тиянақ таптық. Мен қалайша одан айырыла қояйын. Аға, Жоуи сізді барымта ұстап, Жиңжуды қайтар десе де, жерден айырыласыз емес пе? Солай. Мен ұстағана не қылар дейсің? Сендер және ақылшы тұрғанда Жиңжудан алаңдамаймын. Оның үстіне Жоуи мені қайте қояр дейсің. Ереже белгілеп кетейін. Мен өзінің шығысына кеткенде, Жиңжу Сяңян өңірінің үлкен істерінің бәріне әскери ақылшы болады. Өзінің шығысынан айтқан әрқандай әмірімді атқармасаңдар да бола береді. Онда олар сізді мәңгі босатпасашы. Алаң болмаңдар. Бар ынталарыңмен қосын реттеп, қаруға жаттығыңдар. Жиңжуда табан тіреп тұра алсақ, күшейсек, олар мен ұстап тұра алмайды. Аға, жарайды, осылай болсын. Енді маған ақыл айтқанды қойыңдар. Әй. Інілерім, ертең жолға шыққалы тұрман. Осынша қолды жиу оңайға түскен жоқ. Оларды жақсы тәрбиелеңдер. Аға, тағы да ойланып көріңіз. Бармасаңыз болмай ма? Еншағым, көңіліңді түсінермін. Алайда менің басқа амалым жоқ. Тәңір бізге оң қабағымен қараған емес. Барлығында өзімізге сүйенеміз. Өмір сүрудің иненің жасуындай мүмкіндігі болса да жібермеймін. Аға, қатерге басыңызды байладыңыз. Бауырларыңыздың тілін алмадыңыз. Бір сөзді айтпасам болатын емес. Інім, ағаңның алдында несіне кібіртіктейсің? Тіке айта бермейсің бе? Ақылшы Джугылияң, айта бер. Сізге қосылудан бұрын ол тасадағы айдағар еді. Айдағар патшалықтың символы ғой. Оның ақыл елден ерек. Біз оған астар бола алмаймыз. Сіз кеткен соң Жиңжу мен Сяңянның әскери әкімшілік билігін түгел алса, біз де оның бұйрығын тыңдағалы отырмыз. Аға, ол орайдан пайдаланып, Жиңжу Сяңянның қожайыны болады деп алаңдамайсыз ба? Ағам дұрыс айтады. Көңменнің айласына аспандағы құс үйірледі. Зұлың, Хуаңжоң,
Үйен сияқтылар оның маңайынан айналып шықпайды. Әсіресе Жойынның жақында алған әйеліне көңмейін жеңкатай болған. Сондықтан ол ақылшының алдында төбесімен жүріп барады. Айтқан сөзінен шықпайды. Оған сізден артық құрмет қалады. Аға, көңіліңіз көлдей адамсыз. Біз де сөзімізді доғарайық. Осы кеткеннен қашан ораларыңызды кім біледі? Уақыт ұзарған сайын бәрі оған бауыр басып алса, Жеңжудың иесінің фамилиясы Лю болмай қалар ма? Аға! Інілерім, бұдан бұлай сендерден осындай сөз естісем, Күңмин мырзаны енді жамандасаңдар, құлағымды бітеп аламын. Аға! Қозғалмаңдар. Мен сендерді Күңмин мырзаны осылайша сөз етеді деп ойламаған екем. Қайырлып қараңдаршы. Мырза таудан түсіп, бізге көмектескеннен бұрын қандай едік? Жасағымыз 2000-ға, астығымыз 1000 ағашқа жетпей, Синия ауданына қамалып жатпап едік. Ал қазірші, бәрінің қолында 10 000-нан ірікті жасақ бар. Осының барлығы соның арқасы емес бе? Бүгін осынша ғана айтайын. Жеке басқа келсек бауырласпыз. Көптің ісіне келсек басқарушы мен бағынаушымыз. Мен Жеңжу Сяңяң жұмысын ақылшыға тапсырған екен. Сол бойынша істеулерің керек. Қайшылық жасасаңдар, өзінің шығысында болайын, әлде Жеңжуға қайтып келейін. Осы қанжармен өз басымда өзім аламын. Аға! Бәріміз тіліңізді алсақ болды ғой. Аға, тіліңізді аламыз. Інілерім, мына қанжар өзімде тұрсын. Інілерім. Аға. Мырза, отыра беріңіз. Мазаңызды алмаған шығармын. Ием, бұл қай сөзіңіз? Басқа жұмысым жоқ. Ертең Тянганға аттанамын. Қоштасайын деп келдім. Балашып отырсыз ба? Солай. Шірет аштым. Теріс түсіп тұрма. Ием, айтарым тағы сол. Бармай-ақ қойсаңыз бола ма? Күңмин, менің басқа талғаным қалмады. Жо жөнді көтеріліс жасағаннан бері 20 жыл өтіпті. Әлі түк тындырғам жоқ. Шер ортадан асқан адамға тәңір тағы қаншорай берер дейсіз. Жанымды шүпірекке түйіп, әрең алған мына топырақты қорғап қала алмасам, хан патшалығын қайта гүлдендіру көлден айғармағымен бірдей болмай ма? Ием, мен де жүрек сөзімді айтайын. Аузымда сізге бармаңыз дегенім мен. Іштей, сіздің баруыңызды құптап отырмын. Қалайша сөзіңіз ойыңызға қайшы болады? Бармаңыз дегенім менің көңілім.
амандығыңыздан алаңдап отырмын. Барыңыз дегенім, жиегі жығылғаным, мұның жалпауқым екенін білемін. Кінәмді кешіріңіз. Мен де толқып отырмын. Қиналдыңыз ау. Ием, Жеңжуды сіз маған тапсырып отырсыз. Салауатым шамалы, көп даузыма қарата алмай, үмітіңізді ақтай алмайын ба деп қорқам. Сіздің неден алаңдап отырғаныңызды білем. Менің екінімнен алаңдап отырсыз. Олар Шаптол бақшасында менімен табысқан соң, жалғанды жалпағынан басып, құратаққа ғана ие болды. Сіз қатарымызға қосылған соң, олар дарыныңызға мойынсал болғанымен, маған сүйіспеншіліктер тереңі. Айттым ғой, мен кеткен соң, өзінің шығысынан менің атыммен келген әрқандай бұйрыққа олардың бойсынбауына болады. Алайда басыма арасында қатер төнсе, олар тіліңізді алмай, ақымақтық істейме деп қорқамын. Ием, осыған дейін ойлаған екенсіз ғой. Мен расында осыған алаңдап отырмын. Күңмин, алаңдамаңыз. Сізге құпия бұйрық тастап кетейін. Егер екінім әміріңізге бойсынбаса, осы құпия бұйрықты жауыңға беріңіз. Бұйрықты сол атқарсын. Ием, мұныңыз болмайды. Юнжан мен үйдің неше 10 жылдан бері жанын шүпірікі тиіп, қасыңыздан қалған емес. Екеуі не қылса да, олай істеуге мүлде болмайды. Күңмин, мен Сергелден болып, мейқанат шектім. Сізге жолыққаннан кейін ғана бүгінгі күнге жетіп отырмын. Хан патшалығын қайта гүлдендіру арманымды жүзеге асыруға сіздің ғана көмегіңіз тиді. Мен осы жолы қайтып келе алмасам, Жеңжуды сізге ғана тапсырамын. Ием, Күңмин, екініме келсек, керегіңізге жараса пайдаланыңыз, жарамаса еркіңіз білсін. Олардан именбеңіз. Хан патшалығын қайта гүлдендірумен салыстырғанда ағайындық сүйіспеншілігіміз түкке де тұрмайды. Ием, Күңмин, сіз расында маған. Ием, алаңсыз бара беріңіз. Сіз жай адам емессіз. Мен балашқанда жай адамның ғана тағдырын білемін. Алайда тәңірдің жазмышын болжай алмаймын. Межесіз, аман есен қайтып келесіз. Жазмыштан озымыш жоқ деген ғой. Егер тосын жағдай болса, Гуанью жанфилармен бірге кіші иемізді сүйемел деп, қарақшыларды жойып, құдіретті хан патшалығын құрамын. Мырза, бұрын дарыныңызды ғана білетінмін. Міне, бүгін адалдығыңызды білдім. Жарайды. Көңілім енді орнықты. Міне, алаңсыз кететін болдым. Шығыс обектігіне баратын жолы қатерге толы. Ең жақсы зұлымды ертіп алыңыз. Ол құралайды көзден атады, қорқан дегенді білмейді, орнықты. Ол қасыңызда жүрсе, мен алаңсыз боламын. Ал мына құпия бұйрықтың
маған керегі жоқ. көңмең күй шертші күй естімегелі көп болған екен. Мына саз аспабын чыбый чайқасынан кейін қолға алған емеспін. Бүгін сізді аттандыру үшін сізге бір күй тартып берейін. Саз аспабын шертуге зауқым соқпаған соң қолым қатып қалыпты. Күйіңіз жан тербетеді екен. Бейне сүттей жарық, ай сәулесі түсіп тұрған сияқты. Солай ма? Сен де ділмәр болып барасың. Тотық, дәріңізді ішіңіз. Жеңжу жақтан хабар бар ма? Гәннің жіберген тыңшының айтуынша, Жоғылян Гуаню Жаңфи Жауын Хуанжуңдар тұқпи аттандырып, Гуңанға жиыпты. Шамамен 20 мың адам екен. Жоғылян, өз-өші ғой. Ол құдаласу дегеннің жалған, Жеңжу Шаңяңды қайтарып алу ойымның шын екенін сезіпті. Білгені де шақсы. Лео Бей Жаңханға келуге батылық етпейді. Сонда қол аттандырып жазалаймыз. Үш қосынға хабарла. Лео Бейдің құдалықтан бас тартқан хабар жетісімен Гоңанға шеру тартып, Жеңжу Шаңяңды қайтарып аламыз. Әміріңізге құлдық. Солоң, жүректі батырсың. Емді саған тапсырдым. Алаңсыз болыңыз ақылшы. Мен барда емнен алаң болмаңыз. Інілерім, осы арадан қайтыңдар. Аға, абай болғайсыз. Солоң, мына үш бойтымырға үш түрлі амал жазылған. Бұған ие бол. Қызыл сары ақ реті бойынша шашсың. Қайық шығыс убектігіне жеткенде біріншісін аш. Сонда жазылған амал бойынша жүр. Шығыс убектігінде жыл соңына дейін жазсаңдар, екіншісін аш. Сонда айтылған амал бойынша іс қыл. Ал үшіншісін бастарыңа іс түскенді аш. Есіңде берік сақта. Пақырыңыз есінде сақтап алды.
пайдасы тиетін болғай. Денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Ләс! Тай тұтық, Любей, Жанқанға келе жатыр деген хабар келді. Немене? Сумен келеме, құрдықпен келеме? Су жолымен, үш жүрде қайықпен келе жатыр екен. Жоғылаң расында алаяқ екен. Любиді жібергенін қарашы. Келіншегін алған соң көрейік деді ғой. Люби расында өзеннің шығысына күйеу бала болса, қол жұмсай алмайтын болдық. Жоғалия. Тотық. Мен қол бастап барып, Любидің алдын тосайын. Желдің ағамен кетіп барады. Жете алмайсың. Онда қайтеміз. Түсіндім. Ем. Алдымыздағы Лужан қалашығы, өзеннің шығысындағы ең қайнаған базар. Асығы шығып сәлем соқтала алмадық. Жағаға шығып, сәлемдем алып алайық. Жанқанға барған соң алайық. Олара орталық қойы, заты мол. Онда Сөнчен бізді дайындықсыз келген екен деп жүрер. Құрметсіздік болмасын. Жарайды, жағаға тарт, алса қалайық. Ләппәй. Беші жасақ, ондан бір топ болыңдар. Әр топ алтын күмісті молынан алып, түрілдетіп, зат алыңдар. Хан ағасы Любидің өбектігіне келіншек алғалы бара жатқанын бәрі білсін. Әміріңізге құлдық. Дүкенші, жақсы торғын торқа бар ма? Oho, Sardar, mınaның барлығы сапалы торғын. Ел анасы тұтынатын торғынды сарайға біз апарып береміз. Мына торғын торқаны түгел алдым. Дереу жағада тұрған қайыққа жеткіз. Бұл торғын торқаны бір қаласыз ба? Бұл торғын торқа 300 сар алтын. 300 сар алтын болса не болыпты? Біздің қожайын Убегінің қарындасын алғалы жатыр. Тек жер ғой. Онда қожайыныңыз кім? Хан ағасы Любей. Солай, біз тарту алғалы бұрылдық. Мынауың қуаныш екен. Ей, жігіттер, затты тиеңдер, болыңдар, тез болыңдар. Қанеки, асықпай чай ішіп отырмыз. Ием, Любей шығысу бектігіне қалындық айттырғалы келіпті деп дүрлігіп жүр. Оның үстіне сәлем соқытты топ-топымен алып жатыпты. Кеше Лужанның базарын қидай сыпырыпты. Ертең таңертең Жанқанға да жетер. Не деген тез келген?
Жоқ. Любей сәлем сауқытты молынан алып, елді дүрліктірді. Бұл істі шешем естімей қоймайды. Ол кісі естіп, ашуланса қайтеміз. Бұл істен ол кісінің хабар жоқ емес пе? Шеше. Зыдин, Хан анасы, тез шыға тұр. ләппәй. Шеше, мен енді ғана... Жап аузыңды! Санаңда мен бармын ба, жоқпын ба? Ол үйленіп қыз ұзатылатыны заңдылық. Алайда мен сенің анаңмын ғой. Қарындасың менің қызым. Балам болсаң да қызымды ұзатпақ болғанда менен жасырамысың? Жүрек жұтқан екенсің. Не деген бассыздық? Шеше, менікі қате болды. Бұл Жоуидің ақылы еді. Ол сүнлеу шаңырағын біріктіріп, сау-сауға бірге қарсы тұрсақ деп еді. Сонда убектігін еркеккінді тіс қырылып қалып па? Любимен одақтасу үшін қызымды қаралақ қылып байлайсыңдар ма? Жарайды. Люби әкеңмен замандас адам, биыл қанша жаста? Қарындасыңды оған қайтып қиясың? Өзің ойлап көрші. Не деген оңбағансың? Шеше, мен... Әлгі Жоуиды шақырт. Оның иттерсін басына қаптайын. Сен де барсың. Ел абасы болғаныңа болайын. Ел ақмақтық істегенде жөнін айтсаң болмай ма? Сен Жоуиды шақырт. Мен тосамын. Зыдин, тез тұр. Мұнаның аяғын қалай жинастырамыз? Ем-ау, Любей келген екен. Бұл іс орындалсын орындалмасын, отағасы салауатыңызбен көңіл білдіруіңіз керек. Қалғанын Жоуи келген соң ақылдаса жатармыз. Кемешеға барып оның алдына шығып, тезірек қонақлыға орналастыр. Ләппәй. Таңғы қараңызшы, анау Любейдің қайығы ғой. Мен барып басын алайын. Тоқта. Кешіктік. Енді қол жұмсай алмаймыз. Жау самғын, Жоуиннен абаға сәлем. Ханағасы жол бойы шаршаған шығарсыз. Сыржең, аман есенсіз бе? Мұнша тезгелеріңізді ойламаппыз. Не хабар бермепсіз? Қарамайсыз ба? Қарсалу күйінде дайындай алмадық. Ұят болғанын қарашы. Қалыңды қайттыруға асықтым ғой. Тәңір оңғарып жел оңымыздан тұрып, 5 күндік жолда 3 күнде бастық. Жарайды. Ханағасы мархабат. Қонақ үйді дайындақ қойдық. Алдымен дем алып алыңыз. Сосын еміз келіп амындасады ғой. Шегінейік. Зыдин қарсалу күйін дайындамағанымен сығай қосын дайындалып үлгірген екен, Ханағасы келді деген хабардың тарап кеткеннен шығар. Қараңызшы, Донбасы да уландарын ертіп келіпті. Ханағасының амандығын ойлап жатыр ғой.
Шығыс убектігіндегі достар жан жақтылы ойланған екен. Рахмет. Қане, мархабат. Тайтыдық екен ғой. Жұмыс қандай болды? Тайтыдық. Мен кешігіп қалыппын. Леубейді Лоусу қоналқы ертіп кетті. Тағы да Лоусу алдымды орап кеткен болды ғой. Тайтыдық. Қалайсыз? Ештеңе етпеймін. Қалаға кірейік. Ләппәй. Ем, тамақ ішіңіз. Қоя сал. Су келді ме? Қоналқыдан Леубейге қонағасы беріп жатыр. Зажен келдің бе? Ие мәселем. Гонgjin? Гонgjin. Денсаулығың қандай? Жақсы. Гонgjin. Дәл уақытында келдің. Леубей Жанканға келді. Ол қаланы басына көтере жетті. Құдаласуысы қиын болды. Шешем оталып қопаға түсіп жатыр. Мұны мен білемін. Ием, ел анасына не деп түсіндірдіңіз? Леубейге қызды сөнлі одақтастық үшін бергелі отырмын деп едім. Айтып ауыз жиғанша сыбай жөнелді. Ием, бүгінгі айламызды жасырмай, ел анасына төт айтайық. Леубейге қыз береміз дегеніміздің жалған. Оны барымтақ ұстап, Жеңжуды қайтарып алудың шын екенін айтайық. Оның үстіне ием бар пәлені маған итеріңіз. Жойдың істегені, мен білмеймін десеңіз болды. Өйтсек болмас. Шешем өзін алдағанымызды білсе тіпті ашуланады. Өзеннің шығысында қаламғару төрелері де тосын сезінеді. Жеңжуді қайтарып алсақ, барлығы қуанатын болады. Солай емес пе? Сізге мәлімдейтін тағы бір жұмыс бар. Әй, Гонgjin, мұның не түрегеліп айтты? Леубей жолға шыққанда, мен Жеңжуға 60 000 қолды құпия аттандырдым. Немене? Жеңжуға шабуыл жасадың ба? Жугулияң сақадай сайланып отыр. Сөнлеу арасында қандығырғын болудан қорқпайсың ба? Ием, шайқастан біз қашып құтыла алмаймыз. Қазіргі орай бізге тиімді. Леубей Жанканға келді. Енді тырп ете алмайды. Жеңжу бассыз қалды. Мен толық дайындалып болдым. Сөзсіз жеңеміз. Ием, көптің өсегіні қалам десеңіз, оның жарасы да жеңіл. Жеңжуді алған соң, бар кінәні менің мойным арсаңыз болды. Қосын жазасын қолданыңыз. Басым елдің аузына қақпақ болалса. Орнымның бейіште болғаны. Ем, құптасаңыз, ел анасына сәлем берейін. Гонgjin! Не болды? Ием. Менше бұл істі бұлай жүргізуге болмайды. Қалайша? Анам білмеген болса, сенің амалың бойынша істесек болар еді. Қазір Леубейдің Жанканға той жасағалы келгенін ол кісі білді.
шешем қарындасым екеумізді қаршадайымыздан қайырымдылыққа тәрбиелеген. Леубейді қарындасым арқылы шырғалап, жең-жуды алмақ болғанымызды білсе, ол кісі кешірмейді. Расында ел анасынан алаңдап отырсыз ба? Солай да шығар. Олай емес де шығар. Убектігінің бегі менмін. Сен қалайша қолаттандырасың? Өзен шығысының қожайыны мен бе? Жоқ әлде сенсің бе?